Ағаштардың барлығын кесіп, тал теректерді шауып, орманды бұтап, сол ағаштан қағаз жасап, қағаздың бетіне табиғатты аялайық, орман шаруашылығын сақтайық деп насихат жазып жүрген адамзат баласы. Ассалаумағалейкум. Құрметті көрермендер, бүгін бізде мындай кабельдар, осыларды ашатын боламыз. Осыларды ашып, ішінен қанша жұмыс шығатынын көретін боламыз. Көріп отырсыздар, бұл біреуі мынандай фокустамай жатыр тұрсы. Және екіншісі мынандай удлинитель. Осындай удлинитель қазір ашитын боламыз. Және көреміз қанша мыс бар екен ішінде. Осындай мыстар. Дұрыс фокустамай жатыр мына камера. Мындай 4 жила болады екен ішінде. Бұлардың бәрін бағана интернет істемей қып, сонымен шердак дейді ғой, кришаның төбесіне шыққым, сол жерде электриктер тастап кетіпті, қалған көзоктар. Сосын жинап алдым бәрін. Мен қазір мыналарды ашып болайын, сосын қайта қосылатын болам. Сіздердің уақыттарыңызды алмайын. Құрметті көрермен, мен сыртқы изоляциясын ашып бітірдім. Мына 4 жилалы мыс. Мына жақта 3 жилалы мыс бар екен. Мен бұны өзіме қалдырамын. Себебі көлікке магнитофон, свет жалғағанға өте жақсы проводтар, ешқандай үзілмеген. Осындай шықты. Салмақты. Осындайларды көрсең, кейде өткізіп жібергім келеді. Бірақ өзіме қалдырамын бұны. Өте жұмсақ екен, жақсы провод екен. Мыналарды арғыртай аршитын боламын. 4 жилы. Аршығынан қайсы сияқты. Өртеу керек қойдым бұны да. Өтеу керек сияқты. Қазір ашып көрем. Егер болмаса, өртейтін боламын. Қазір көреміз. Құрметті көрермен, мына канцелярский ножбен болмайды екен. Ашығым. Өте ыңғайсыз екен. Енді мен мынандай абжиммен көретін боламын, ашып.
кесіліп қалды. Өшке қарай кесіліп қалды. Қазір көретін боламын. Мүмкін осы жолы шығатын шығар. Теріс тауып қойыстан, не? Бісміллә деп сыртқы изоляциясы айналып отыр. Ай көрейік. Осылай болады екен. Осылай қысқа-қысқадан кесіп шығарамыз. Тұрған жерлерін кесіп. Осылай. Бірдеме қылармын. Біткеннен кейін тағы қосылады. Нұржан Төлендиев айтады ғой. Тиктокта жүр ғой, біз хит болып күн көрерміз деп. Құйрығы жоқ, жалы жоқ. Құлан қайтып күн көрер. Аяғы жоқ, қолы жоқ. Жылан қайтып күн көрер. Дейді ғой Нұржан Төлендиев тиктокта видео. Егер кім көрсе, сол осындай жұмыстарға арналған ғой мен. Күн көрерміз айтыр. Мен негізі темір жинау жолына металл кезет деген арна бар ютубта. Әртүрлі техника, тұрмыстық техникаларды бұзып көрсетеді. Және ол жерде алтын қалай афинаждалады, соның бәрін көрсететін бір канал бар ютуб арнасында, металл кезет. Мен бірінші темірмен айналыспайтын. Сол каналдың мыс инвестициясы деген бір видеосы бар. Бір кішкентай банкіға мыс жинайды. Содан бастап менде осы темірге деген қызығушылық артып, содан ары зеленый алматинец және пластилин деген украиналық бір жігіт бар. Пластилин деген арна. Сол жігіттерге қарап, мен де осы темір жинап бастадым. Негізі өте қызық екен бұлай темір жинаған. Сол жаңағы металл кезет арнасын мен қыста көрдім. Қыстың күні көрдім. Және осы бір апта бұрын мыс инвестициясы деген жаңа банкісі толған видеосы шықты. Егер кімге қызық болса, астындағы сілтеме арқылы өтіп көрсеңіздер болады. Қара, бүйтіп тұрсаң өз кете береді екен ғой. Қиналып отырмын ғой кәдімгідей мында. Негізі бұлай тамаша хобби деп айтса болады ғой, осы темір жинау. Жақсы хобби екен. Жаңағы зеленый алматинец деген жігіт де осы мен сияқты мусор қарап, сөйтіп соларға қарап жүріп бастадым ғой мен. Сол жігіт қайта молодец, андай шашылып жатқан мусорларды бәрін орындарына салып, жаңағы мусордың нелеріне. Кейбіреулер ерінген адамдар болады ғой, мысалы мусор, жаңағы мусорный урналарға жетпей тастап кететін. Сол жігіт солардың бәрін жинап, молодец қайта. Табиғат тазалап, Алматы қаласын сәл де болса ол табиғатқа пайдасын тигізеді да өзінің.
пластмасс, пластилин, пластилин деп го. Пластмасс жаңағы тұрмыстық қалдықтар, салафан дегендер ол оңайшылықпен шірімейтін заттар. Сол себепті оларды арнайы қоқыс орындарына апарып тастау керек. Негізінде солай тастау керек. Бірақ бізде Қазақстанда ондай тастайтын, табиғатты қорғайтын адамдар өте аз деп айтсақ та болады. Қазір табиғаттың бәрін ластап ойына келген істеп жатыр адамзат баласы. Жаңа видеоның басында да айтып кеткен TikTok желісінде кімнен көрдім? Қазір есіме түспей тұр. Бір жігіттен көрдім. Сол жаңағы айттым ғой. Ағаштардың барлығын кесіп, тал-теректерді жауып деп басталады. Сонда TikToktан көріп, осы менің де контенттарым кішкене табиғатты аялайық дегенге келеді да кішкене. Бірақ енді ондай қатты жаңағы мусор жинап нетпесем де әйтеуір. Қалған темірлерде кішкене улы заттар болады. Темірде, мыста, қорғасын мысалы өте улы заттар. Сол себепті сол кішкене ынталандыру мақсатында айттым. Енді әркім кім қалай не жақпайды екен. Көп сөйлеп кеттім ғой деймін. Көп сөйлесем айып етпеңіздер. Мен қазір ашып біткенде ашымайын, қазір үйге қайтам. Қайтатын уақыт болды, 6 болды сағат. Мен негізі жұмыстан 5-те қайтуым керек. 6 болып кетті менің жұмыс орнымда. Қызықтайын деушілер бар ма араларыңызда? Міне кабинетім. Қазір камераны алып алайын. Кішкене сайқалып кетеді. Ол кабинет. Текелі кәсіптік колледжінде IT саласында істеймін. Ондай клавиатуралар. Ондай жаңа ноутбуктар онлайн оқуға байланысты жағдайы жоқ студенттерге берілетін жаңа ноутбуктар. Бұлардың бәрінің үстіне программаларын орнатып, операциялық система орнатып қойылды. Принтерлар берілген. Мына жерде интернет кабель UDP. Мынау да сол интернет кабель далаға шығатын. Мынау бізде істен шыққан процессорлар. Уже бұлар жаңа утилизацияға шығып кеткен процессорлар. Бұлар жақын күндері алып кетеді. Осындай техникаларды бұзған жақсы. Металл кезет арнасы. Қалай видео осындай тұрмыстық техникалар істемей бұзылатын тұрса әдемі, Сіз енді көресіз бе, көрмейсіз бе бұл видео. Колонка. Осы жұмыс орын. Бұның алдында Текелі қаласын шөгін шығаратын зауытта жұмыс істегем. Ол видеоны түсіргем. Енді әлі салмадым ютубқа, бірақ болашақта салам қол тиген кезде. Видеоны ұнаса лайк басып, арнаға жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше деймін. Сау саламатта болыңыздар. Ал мен үйге қайтайын. Үйге қайтам.